осындай жерлерді көру үшін жұмыс істеу керек. Осындай жерлерді көру үшін ақша жинау керек. Себебі сіздер осындай халқы көп жерде жүрсеңіздер, күшті бір әсер аласыздар. Енді шыны керек, біз кейде өзіміздің проблемаларымызбен отырған кезде менде ғана проблема бар сияқты, енді бәрі маған қарап тұрған сияқты бір жаман әсерлерде жүреміз. Сіздер осындай үлкен жәрмеңке, выставкаларға келген кезде өзіңіздің жалғыз емес екендігіңізді көресіз. Бұл жерде ойлаңыздаршы, 192 елдің павильоны және де ұлт өкілдері бар. Ойлаңыздаршы. Бәрі ерекше, бәрі де өзгеше, достар. Осындай жерлерді келіп неге көрмеске. Шыны керек, бұл қанаттандырады, одан күшті эмоция, энергия аласыздар, достар. Сөзбен айтып жеткізу қиын. Осы сапарымыз біздің өмірлік тарихымызда қалады. Біз де ертең қартайған кезде балаларымызға айтамыз, біз кезінде Экспо 2020 Дубай қаласында өткен экспоға бардық, бірақ 21 жылы бардық, себебі карантин болды деп айтармыз. Біздің қазақтардағы той болып жатқан сияқты, ешқандай павильоннан музыка естіліп жатқан жоқ. Біздікілер тойлатып жатыр. Қазақтың тойы бітпесін деп Дубайға келдік тойлауға. Туған жер деп айтып отыр. Туған елінде жүремін әркез елінде. Туристерді өздеріне привлекать етіп отқан шығар. Иә, біз немен мақтанамыз? Біз тоймен мақтанамыз, шоумен мақтанамыз біз. Шоу начинается. Humanity is on the verge of a great change. We are on the threshold of a new technological era. This evolution demands that we rethink the challenges ahead of us. How we imagine our future today is the key to creating a better tomorrow. A future where digital and physical worlds coexist. What do we envision about tomorrow? What kind of life awaits us? Our future will depend on the successful interaction between man and machine, between human intelligence and AI. Artificial intelligence has taken a giant step forward, which gives us hope that this technology can help solve some of humanity's greatest challenges. We must keep dreaming of new horizons with unlimited possibilities. Even when we face unknown situations, and we don't know what will be next. But hand in hand, we can overcome all obstacles.
Is it possible to create a sustainable future? An ideal relationship between mankind and new technology. Could we harness the potential of artificial intelligence to improve the lives of people around the world and achieve a harmonious symbiosis between mankind and planet Earth? This beautiful and precious planet, our home, a unique sanctuary of life in the vastness of space. Moving into a digital tomorrow, we aspire to protect the ecosystem of our ancestors with the tools of the future. There will be a new generation of countries with the aim to find new approaches to the world. Kazakhstan is ready to be part of this global network. Come with us to the next step. Думала, что увижу много казахов или хотя бы русских, но их мало было. Да. Очень много других национальностей. Ой, Все шоу, все проходит на английском языке. Бәрі де ағылшын тілінде өтіп жатырмыз де. Сондықтан да осы жерге келіп бірдеме түсінемін деп ойламаңыздар. жарсын түсіндік па түсінбедік па? В общем, просто қарадық. Әйтеуір бізге бәрі танымал нәрсе болғасын. Түсіндік? Мен түсіндім біраз. Қойшы, не Иә. түсіндің? Айтып тұршы. Сәлем, қалайсың? Тамақ ішейікші. Тамақ ішейік. Жігіттер домбыра тартып отыр. Күйеуімен қойды. Күйеуімен қараңыздар дейді. Мына кісілер 9.010 теңге. 20. А? Арзан емес екен бұлар. қаптамадан Биф самса дей ме? Самса 3,5 теңге ме? Базар Джексон ол ма? 4 мың. Айскрим дейді. Қазақ ти айскрим. Шпат 20 дирхам. Сонда 3,2,5 теңге. Базар жоқ. Жаңа қазақтармен сөйлесіп қарағандың бір қызы бар. Сол айтады, ең күшті павильон, олар күнде жүріп бәрін көреді ғой. Ең күшті әдемі павильондар қайсы десек, Германияны айтты бірінші, одан кейін Саудовская Аравия, Сауд Арабиясы, Сингапур и Таиланд, Малайзия. Австралия, Таиланд, Малайзия, иә. Сол павильондарға барып көрсеңіздер болады. Ең әдемі павильондар солар дейді. Топчики. Иә, біздікі енді чисто былай, бізге енді өзіміз көргесін, бізге таңғалатын ештеңе жоқ. Америка только тура біздің қасы, бізден кейін Америка. Иә, айтты мен оны түсіндім. Америкаға очередь өте көп. Бірақ онша емес деді. Иә, онша емес деді. Сосын өздерінің арабтардың павильонында ожидание больше, говорит, а Тоже онша емес деді, короче. иә.
Одан кейін біз жана Қазақ Government деген ресторан бар екен. Қазақ Гурме. Сол жерден өзіміз барып нормально тамақ ішіп аламыз ба десек, какой там 11 000 теңге бір тамақ, білмеймін енді. Сөйтіп өздерінен сұрадық, мына жерден қай жерден нормально тамақ жеуге болады деп сұрадық та, олар айтады, біздің балалар көбінесе қазақтардың өздері Индияға, жаңағы Индонезияға барып тамақ жейді дейді. Емен. Олардың порциялары үлкен, еще не арзандау дейді. Айтпақшы тағы да бір жағымды жаңалық. Біз осы қазақ павильонына 2 сағатта жеттік. Бірақ, құрметті достар, егер мына жаққа Дубай қаласына келсеңіздер, Дубай қаласы экспоға әрине де, Дубайға келгесін экспоға да келесіздер ғой. Бірден Тугиз картасын жүктеп алыңыздар. Тугизбен кез келген павильон тауып алуға болады екен, достар. Ғалия екеуміз Индиян павильон іздеп тұрсақ, алдымызда тұр екен ғой, дәл алдымызда. Мына жаққа біз күшті бір амбициямен келгенбіз ғой, бірнеше елдерді түсіп ұстаймыз, анау мынау өте қиын екен. Негізі 3 күн келіп жүру керек. Біздің экспо кішкентай екен ғой, мынаған қарағанда, иә. Sir, where is restaurant in India? Restaurant? Yeah, we went Straight down to Khanakjana restaurant there. Oh, okay. Is the small queue. Сыртында дейді, фуф. Это мне очень обрадовало, потому что не хочется стоять в этой толпе. Здесь много, в Дубае уже много индусов проживают, видимо. Да. Все пришли. Что она кричит? Что, 90? Сколько минут осталось? Оказывается, волонтеры приходят и прям говорят, столько минут осталось до шоу. Үндінің павильонына келдік, адам өте көп. Бәрі митхун чакраборди, ашвари арай. Күшті бір Индияда жүрген сияқтысын бар ғой. Тамақтары действительно арзанырақ екен біздігіне қарағанда. Cheese, 1 chicken biryani and 1 butter chicken with roti. 40 дирхам, 35 дирхам дегенді, 40 дирхам дегенді салға 16-ға көбейтсеңіз, тамақтың бағасы шығады. Колланың өзі, мінеки, мысалға 160 теңге. Can I have your name, please? Думан. Yeah? Думан. Can you please spell it out? D-U-M-A-N. All right, thank you. I'll be total 60 dirhams, please. 60? Yeah. 60 дирхам, 6000 теңге тамағымыз шықты. Так, мыналар қызық екен, қараш қале. Біз келесі павильондарға бара жатырмыз. Германияны көргіміз келеді. Германия әдемі деді, күшті деді. Мынау да күшті сияқты, қараш, мынау немене? Германия емес пе? Жоқ, Германия емес, олай? Да, кәдімгідей павильон. Мынау да қызық екен, қара. Шөппен істеп қойған, мынау немене? Өздеріңізге айтып өтейін. Бұл жерге келгесін конкретно заряженный болып келу керек. Гостиницадан шығасыздар ғой, сол жақтан алма, йогурт бәрін алып алыңыздар. Тамақ деген удай ашық, қымбат көп. Страшно енді. Астанадағы, Алматыдағы нормальный ресторандардың бағасы сияқты, қымбат ресторандардың бағалары сияқты. Бірақ енді тамақтары обычный. Мыналар деген бөлә ғой. Ар жағынан ғой, әлі. Қаншама адам. Мен қайдан кіреміз біз? Ол ғалия мынаған кіру мүмкін емес нәрсе. Бізден де басқа адамдар Германияның павильоны күшті дегенде естіп алған сияқты ғой. Ана жерде очень страшно. Германиялық. 2 сағат почти күтеміз. Ондай күтетін желание жоқ күннің астында. Біз одан да бұлай серуендеп қайтайық деп ойладық. Осы ел 30-40 жыл бұрын құмның үстінде тұрған жай ел еді. Ал енді қараңыздар, бір үлкен бір керемет оазис. Осындай. Біздің Қазақстанның павильоны кім алсын екен негізі. Мына жерде, мынау ортасы ғой. Мына жерде Араб әмірлігі, одан кейін Саудовская Аравия болды, одан кейін біздің Қазақстан. Осыменен достар, біздің сапарымыз экспо қалашығына аяқталды. Бар ниетімізбен көрсетуге тырыстық. Бұл жерде алатын мағлұмат өте көп. Біз айтып өткенмен бізде уақыт өте аз болды. Сондықтан да қалған енді көре жатарсыздар. Ең бастысы
біздің өздеріңізге айтатынымыз билетті онлайн алыңыздар, екіншіден картаны жүктеп алыңыздар, сонда уақыт кетірмейсіздер тугисті. Одан кейін тағы да бұл жерге тегін келу үшін өздеріңіздің жаңағы гостиницадан шаттлбас бара ма деп сұраңыздар, сол кезде тегін келесіздер, ақша үнемдейсіздер, иә. Одан кейін өздеріңізбен бірдеме тамақ ішетіндей бірдеме алып келіңіздер. Кем дегенде 1-2-3 күн болу керек, бәрін аралап өту үшін. Көп рахмет, өздеріңізбен бірге болған Шолуда KZ. Жақсы күндерде сау саламат болыңыздар. Ну, это выход в метро. Говорили, что это одна из самых таких красивых станций. Это что? Да. Метро-станции. Это специально построили же для экспо. И вот. Приехали мы на автобусе, сейчас возвращаемся на метро. Кстати, метро, оказывается, выход возле павильона России. Мы вначале пошли вообще в другую сторону, нам пришлось возвращаться. Метро возле павильона России. Выход к метро возле павильона России. Имейте в виду. The next station is Shabba Realty. This is interchange station to Dubai Tram. المحطة القادمة هي الخيل. The next station is Al Khail.